Ассалаумағалейкум жігіттер, баршаңызға қош келдіңіз дейміз. Біз Haval M6 көлігіне штаттық мультимедиасының орнына Android мультимедиа орнаттық. Androidтық мультимедиамыз тек қана Android қана емес, оның ішінде 360 камераларымыз да қондырылды. Осы комплектінің барлығы бір дүкеннен сатып алынды. Ал енді жалпы мультимедиамызға келетін болсақ, мультимедиамыздың жалпы размерлері өзі штаттық орнына келеді. Без ешқандай да бір переделка, жаңағыдай проводтарын кесіп, онда ештеңе жасамайсыздар. Барлығы өзінің заводтық родной орындарына келеді. Фишку ғой, былай айтқанда. Мына мультимедианың өзі жалпы орнатылуы ешқандай переделкасыз жігіттер. Дәл өзінің родной сияқты тұра қалады. Ал енді жесткий диск, мынау характеристикаларына келетін болсақ, планшетіміз 4.64. 4.64. Қандай базада деп сұрайтын болсаңыздар, Android 13 базасында істеп шығарылған, таза Қытай. Бірақ дегенмен уже шамамен бір жұма болып қалды, уже бір жұмадай қолданып жүрміз. Жалпы ешқандай нарекание жоқ. Установкадан кейін бір шама тікелей YouTube'пен бір-екі вмешательстволар болды. Ол қай жағынан? Настройка жағына кіріп, тек жаңағы разрешение беру керек барлығына. Сол себептен бастапқы кезде YouTube'ымыз қосылады, 1 минутқа дейін істеп тұрды. Одан кейін кішкене загрузка болып қала берді. Сондықтан бұл таза Қытай, бұны қорықпау керек алуға негізі жалпы жігіттер. Качествосы, сапасы, жалпы изображениенің барлығы тап-тамаша. Алам дейтін кісілерге сілтемеге қалдырып кетеміз, дүкеннің және де қайда орнаттыңыз, қаншаға орнаттыңыз деп сұрап жатқан жігіттерге айтарымыз, орнатылған жерде сілтемеден іздейсіздер. Қарағанды қаласында орнатылды. Планшетіміз Алматы қаласына сатып алынды. Осы орайда сол Алматыдан сатылған авто нижний пробел android.kz парақшасындағы Нұрекеңе алғысым шексіз. Барлығын звондап, установкадан кейін де өзі толықтай сұрап хабарласып отырды. Нұреке, көріп отырсаң, Алла разы болсын, рахмет үлкен. Жалпы жігіттер, осы дүкенге хабарласып, өздеріңізге осы мультимедианы айырбастайтын болсаңыздар, менің атымнан, Ерғалиның атынан келдік. Сол кісіден көріп, сізге хабарласып алғымыз келіп отыр дейтін болсаңыздар, Нұрекең енді өзі кішкене жеңілдік жасап береді ғой, қазақтың қарапайым жігіттеріне. Сондықтан жігіттер, енді алдарыңызда Haval M6 мультимедиамыз жаңа Android базасында 360 камерасымен. Шоуға қош келдіңіздер. Ал енді біз кеттік. Жігіттер, мінекей біздің планшетіміз мұнда толықтай Android, былай айтқанда Apple CarPlay, Android Auto барлығы USB шнур арқылы қосыла береді телефоныңыз. Жалпы планшетіміз, мультимедиамызда не бар? Толыққанды планшет жігіттер. Басқа бір планшеттерден айырмашылықтары аса жоқ. Кіріп қарайтын болсаңыздар, музыки, Bluetooth, настройка автомобиля, видео, 360 камера, файлы, настройки, фото, DSP, AUX. То есть, кәдімгі полноценный Android. Мұнда Google Play бар, Play Market, YouTube. Жалпы жігіттер мінекей 2 GIS қойылды, одан кейін YouTube, Netflix, жалпы мінекей. Қалаған программаларыңызды қондырып алып, қарап немесе қолдана берсеңіздер болады. Енді 360 камераға келетін болсақ, 360 камерамыз бізде басқа машинелерде негізінде 360 камера 30 километрге дейін дворларда немесе перекресттарда жалпы 30 шақырымға дейін поворотник қосылған кезде, жүріп келе жатып, скоростьта D-да тұрып немесе R-да тұрып, ол автоматты түрде бізде 360 мертвый зоналарды көрсетеді.
Ал бізде осы функция ғана жұмыс жасамайды. Ол дегеніміз қалай? Сонда 360 қалай істейді дейтін болсаңыздар, 360 мынау задний передачаны қосқан кезде мінекей осылай көрсетеді. 360 камерамыз мына машинаның үстінен көрсетіп тұрғаны мынау көліктің арты. Енді мына жерде 2D деп тұр, 2D. Осыны 3D-ға бассақ, мінекей толықтай жан жағы 360 градус көрсетеді. Одан кейін 360-ты бассақ, толықтай айналады машина. То есть машинаны былай айналдырып қарай бересіздер, толыққанды жан жағын көрсетіп береді. Және де айтып кететін тағы бір-екі ақпарат, мына рульді бұрған кезде бізде динамический полосаларымыз рульдің бұрғаныңызды, қайда бұрылғанын және траекторияңызды сізге сызып береді. Енді былай қарап отырсаңыз, мелочь нәрсе, бірақ өте қолайлы. 360 камераны жалпы алдынан көруге болады. 360-ты өшіріп 2D-ға қоятын болсақ, мінекей көліктің алдын көрсетіп тұр қазір. Былай артын көре аламыз. Полусфера, яғни мына мертвый зоналар. Біздің камераларымыз екі айнамыздың астында, көліктің алдыңғы бөлшегінде және де артында орнатылған. Артқы полусфералар, алдыңғы екі камера мен ортаңғы камера. Жалпы жігіттер сапасы жағынан жалпы өзіңіз сатып алғанға өкінген жоқсыз ба деп сұрайтын кісілерге мен айтар едім, мен өзім осы көлікті алғалы бері осы мультимедианы аңсадым, армандадым. Сондықтан жігіттер тұрарлық нәрсе, баршаңызға осы мультимедианы сатып алуға кеңес беремін. Жалпы енді барлығы бар ғой, міне YouTube десеңіз, YouTube бар, YouTube-ты қосып көрсетейік қазір. Зависать етпейді ешқандай. Сосын мультимедианы айырбастағаннан кейін менде бір шама доработкалар болған, ол пищалкілер, алдыңғы колонкалар айырбасталған. Мынау кәдімгідей музыканың дауысы өзінің штатныйынан әжептәуір қатты шығатын болды. Громче стало, короче. Осындай режимде көре бересіздер. Және де қоса кететін нәрсе, жігіттердің көбісі сұрады, өзім мән бермеген нәрселерінің бірі, ол климат контроль. Климат контроль осы, яғни барлығы істеп тұр. Мінекей, мынау терезеге, мынау бетке, аяққа, мына жерден көріп отырасыздар, қайда отырғанын. Мынау кондиционеріміз. Мына жағынан регулировка жасалынбайды, температурамыз тек мына оң жағынан ғана жасалады. Қалған кнопкалар штатный түрінде қалды. Подогревтеріміз. Подогревтерді қосқан кезде мына жердегі түймелер жанады. Көріп тұрғандар подогрев. Жалпы жігіттер, енді алып қосарларым басқа жоқ. Тапсырыс беріңіздер, алыңыздар, кайфовать етіңіздер біздер сияқты. Біздермен болғандарыңызға үлкен рахмет. Басқа не айтамыз? Амандықта, саулықта кездескенше аман сау болыңыздар.